Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге жансая. Бүгін сіздермен ас атасы нан тақырыбында пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Нан ас атасы. Ол бидай ұнынан жасалады. Нанды жерге тастамайды, үстінен аттамайды, үстіне ешбір затты қоймайды. Нанды бір қолмен үзіп жемейді. Нан неолит дәуірінде пайда болып, даярлануы тарих тереңінде жатқан өнімнің бір түрі. Алғашқы нан жарма мен судан даярланған. Нан тоқтық, нан байлық. Дастархан басында әрбір түйір нан, қаншама адамның ерен еңбегі, мандай тері, аялы алақан арқылы ғана алдымызға келетін еш уақытта ұмытпауымыз керек. Әр адам күн сайын үстел басынан дәмді, хош иісті және жаңа піскен нанды көргісі келеді. Нан адамзаттың басты құндылығы. Ол молшылықтың және әл-ауқаттың белгісі. Оны ешқандай тағам алмастыра алмайды. Дастарханында наны жоқтың, тамағында сәні жоқ деп бекер айтылмаған. Соғыс жылдарында көптеген адамдар тіпті бір тілім нанға қол жеткізе алмай аштықтан көз жұмған. Сондықтан егде жастағы кісілер бұл тағамның қадірін біліп, оның жерде жатқанын көрсе, обал болады деп көтеріп қояды. Дастарханымыздың үстінде күнде нан тұрмаса, көңіліңіз де, дастарханыңыз да орта. Берекеңіз кетіп, дүние ойсырап тұрған секілді. Басқа тағам көзіңізге көрінбейді. Нанның қасиеттілігінің өзі осыдан ақ көрінеді. Ұнның құрамында адамның бойына нәр беретін, қуат беретін, ағзаға қажеттінің бәрі бар. Өзге ұлтты қайдам, қазақтың нансыз күні жоқ деуге болады. Қазақта қатықсыз қара су ішіп, қара нан жесек те амандық болсын деген сөз бар ғой. Қолы жетпейтін биікте тұрған нанды Құранның үстіне шығып алуға болады екен. Бірақ нанның өзін ешқашан баспаған. 2019 жылғы қыркүйекте үкіметтің қаулысымен Қазақстан Республикасының мерекелік күндерінің тізбесіне толықтыру енгізілді. Соған сәйкес 16 қазан нан күні болып белгіленді. Нан халықтың ең маңызды және сүйікті тағамы. Нан ерекше құрметке ие және дастарханның мәні мен сәні. Нан күні астық және ұн өнімдерінің құрметін арттырып, қазақстандық диқандардың, ұн тартушылар мен наубайханашылардың еңбегін елеу үшін арнайы белгіленді. Нан ең қасиетті дәм. Кішкентай кезімізден ең алғаш ауызға алатын тағам нан екеніне ешкімнің таласы жоқ. Үйімізге қонақ келсе, ең алғаш татқызатынымыз да нан. Асығып тұрған кісі болса, ең болмаса нан ауыз тиіңіз дейді үлкендер. Дастархан басында да ең алғаш нанды жеуден бастаймыз. Нансыз дастарханның да, ішетін астың да дәмі болмайды. Бұл нанның құдіретті ас екенін дәлелдейді. Оның ұсағының өзі киелі. Еліміздің күш қуаты болып, дастарханымыздың тұздығын келтірген қасиетті нанымызды қадірлей білейік. Достар, бүгін мен сіздермен ас атасы нан тақырыбында нан туралы пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Видео ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.